17 жасар жас бала өзден 2 есе үлкен ересек әйелге ғашық болып қалады. Және жігіт оған қол жеткізіп, уақыттарын бірге өткізіп жүреді. Бірақ жігіт әйелдің өткен өмірі туралы білгенде барлығы өзгереді. Сәлем достар. Бүгін біз сендерге 2008 жылы жарық көрген «Чтец» деп аталатын керемет фильм туралы баяндап беретін боламыз. Жайғасып отырып алыңыздар, ал біз бастадық. Ты же за этим вернулся. Батыс Германия, 1958 жыл. Кино бас кейіпкері Михаил өзіні нашар сезіп трамвайдан түседі және шеттегі бір үйдің астында тұрады. Үй табалдырығында ауырып тұрған Михаилді бір әйел көреді және жігітті үйіне бақылап қоймақшы болады. Михаил әйелге үйге өзі жетіп алуын айтады және сол жерде әйелмен қоштасады. Михаилды емдеу үшін дәрігер келеді және жігітте жұқпалы ауру барлығын анықтайды. Жігіт 3 айлық карантинде емделеді және жазылып біткен соң, сол күні күзетіп жәрдем берген әйелдің үйіне гүл көтеріп, ризашылық білдіру үшін барады. Әйел гүл үшін рахмет деп айтады және Михаилге жұмысқа кешігіп жатқанын айтады. Жігіт әйелдің киініп алу үшін сыртқа шығып күтіп тұрады. Әйел киініп жатқан кезде Михаил оны байқатпай күзетіп тұрады және әйел оны сезіп қалады. Қылған ісінен ұялған Михаил ол жерден тезде қашып кетеді. Кейінірек жігіт әйелдің трамвайда кондуктор болып жұмыс істейтінін анықтайды. Ертесі күні Михаил әйелдің үйіне кеше оны байқатпай аңдыған үшін кешірім сұрауға келеді. Әйел жігітке үй жер астынан шелекте көмір алып келуін сұрайды. Жігіт көмірді алып келеді және қара күйеде кір болған Михаилды көрген әйел оған жуынып алуды ұсынады. Михаил жуынып алған соң әйелде киімдерін шешеді және жігітке жақындап оны сүйе бастайды. Содан олар төсекте бірге болады. Сол тәрізде әр күні Михаил мектептен асығып шығып, әйелдің үйіне келетін болады. Бір күні төсекте романтикалық қарым-қатынастан соң Михаил әйелдің есімі Ханна екендігін біледі. Ханна жігіттің мектеп оқулықтан кітап оқып беруін сұрайды. Уақыт өтіп бұл әдетке айналады және әр жолы Ханна жігіттен кез келген кітап оқып беруді әдетке айналдырып алады. Бір күн түсінбеушілік себеп Михаил және Ханна дауласып қалады. Әйел Михаилды ренжітіп қояды. Бірақ Ханна біраздан соң жігіттен кешірім сұрап қызып кеткенін айтады. Күндердің бірінде ажырамайтын болып қалған жұптар төсекте жатқанында Михаил Ханнаға 2 күнге велосипедте сапарға шығуына ұсыныс жасайды. Михаил әйелмен түскі ас ішу үшін тіпті маркалар коллекциясында сатады. Сапар кезінде жұптар шіркеуге келеді. Ханна шіркеудегі балалар күйлеген әнді естіп бірден жылай бастайды. Біз 1995 жылға өтеміз және ұлғайып юрист болған Михаилды көреміз. Ол сот залына кіріп отырады. Содан кейін біз тағы да өткен күндерге қайтамыз. Михаил мектепке жаңа келген сыныптасы София есімді қызды ұнатып қалады. Содан жігіт тағы да Ханнаның үйіне келеді және жазушы Чеховтың кітабын оқып береді. Ханнаға лауазымын көтергені туралы хабар келеді. Енді ол басқа жерде жұмыс істеу керек еді. Михаил туған күнін достары және Софиямен өткізуден бас тартып Ханнаның үйіне барады. Бірақ Ханна жынданып бір түрлі болып кеткен еді. Михаил бүгін оның туған күні екендігін және достары оған сыйлық дайындаған болса да Ханнаның қасына келгендігін айтады. Сондай-ақ әйел оның туған күнімен құттықтамаған үшін ренжіп қалады. Олар дауласады және татуласады және соңғы рет махаббатпен айналысады. Ертесіне Михаил Ханнаның үйіне келеді. Бірақ әйел бұл үйден көшіп кеткенін түсінеді. Бұл болса жігітті күшті жүрек жарақатына алып келеді. 1966 жыл. Ханнамен айырылысқанына 8 жыл болды. Михаил юристік университеті студенті болады. Студенттер жатақ бөлмесінде Марта есімді сүйкімді қызды ұнатып қалады. Михаил студенттермен бірге ұстаздары басшылығында тәжірибе үшін концлагерінде болған қылмыс бойынша сот процесі кіреді. Жігіт сот залындағы дауыстардың бірінен айыпталушылардың бірі сүйіктісі Ханна екендігін таниды. Содан кейін Михаил ескі естеліктер себеп студент достарына да қосылмай қояды. Сондай-ақ өзін олардан ұзақ ұстап жүреді. Кезектегі сотта жігіттің бұрынғы ғашығы неміс концлагерінде күзетші болып жұмыс істеген және одан кейін басталған жарылыс пен өрт кезінде ол шіркеуді паналаған және сол жерде тірідей өртенген 300 еврей әйелге есік ашпаған деп айыпталады. Соттан кейін Михаилдің досы концлагерде жұмыс істеген барлық қызметшілерді атып тастау керек екендігін айтады. Ертесі Михаил Ханна істеген концлагерге барып айналып шығады. Сөйтіп кезектегі сотта басталады. Сот барысында басқа күзетшілер Ханнаның бастық екенін айтып, барлық құжаттарға Ханна қол қойған деп кінәнің көп бөлігін оған артуға тырысады. Және сотта әйелдің қолын көру үшін ақ қағазға қол қойып беруін сұрайды. Кенеттен Ханна үшін оқыған кітабын есіне түсіре отырып, Михаил оның мүлдем сауатсыз екенін, сондықтан бұл құжатты қол қоя алмайтынын түсінеді. Солайша сот Ханнаны өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын береді. Жігіт мұғалімінен Ханнаға көмектескісі келетінін айтып, тіпті түрмеде онымен кездесуге жазылады, бірақ бұрылып жарты жолдан кетіп қалады. Ол Ханнамен кездесудің орнына сүйіктісі Мартаның қасына келеді және түнді бірге өткізеді.
1976 жыл сот болғанына 10 жыл болды. Михаил әйелімен ажырасып, кішкентай қызымен туған қаласына барады. Ол бір кездер Ханнаға оқып берген кітаптарын табады және оны диктофон арқылы дыбыстай бастайды. Ол осы кітаптардың жазбаларын сүйіктісіне түрмеге жібереді. Бұл Михаил үшін әдетке айналып, жылдар бойы жіберіп отырады. Ханна оның жазбаларын тыңдап, оны түрме кітапханасынан алған кітап мәтінімен салыстырады. Осылайша бірте-бірте оқу мен жазуды үйренеді. Күндердің бірінде Михаил Ханнадан рахмет айтып жазған хатты алады. Осылайша жылдар өтеді. Михаил әлі күнге дейін Ханнаға пакеттер жібереді, бірақ оның хаттарына жауап бермейді. 20 жылдан кейін Ханнаны босату туралы шешім қабылданады. Михаил оған көмектесе алатын жалғыз танысы болғандықтан, түрме бастығы бірден оған хабар береді. Олар 28 жыл ажырасқаннан кейін түрме асханасында кездеседі. Ханна оның оған деген көзқарасына алаңдайды, ал Михаил оның адамзатқа қарсы қылмысы үшін өкінуін айтады. Олар асханада жылы сөйлеседі, және Михаил кетер алдында бір аптадан кейін алып кетем деп айтады. Түрмеден шығар алдында бір күн бұрын Ханна өз камерасында асылған күйінде табылады. Өз-өзіне қол жұмсамас бұрын, ол түрмеде отырып тапқан ақшасын концлагердің тірі қалған жалғыз тұтқыны, қылмыстарының куәгері және құрбаны Илана Метерге өсиет етеді. Михаил Ханна қайтыс болғаннан кейін камерасына барады, оның оқыған кітаптарын көреді, және түрме әкімшілігінен Ханна өсиет еткен ақшаны алады. Ол Нью-Йоркке Иланимен кездесуге келеді. Бірақ әйел Ханнаның ақшасын алудан бас тартады, өйткені олардың лагерде істеген қатыгездігінің алдында бұл ештеңе емес еді. Илана ақшаның орнына ақша сақталған қаңылтыр банканы алуды жөн көреді, себебі бұл оның бала кезінде лагерде болғанын еске түсірді. Михаил Ханнаның атынан ақшаны еврейлердің сауат ашу қорына аударуды ұсынады. Илана қарсылық білдірмейді, бірақ жауап ретінде еврейлердің сауатсыздықпен күресуден басқа көптеген қаражаты болатынын түсіндіреді және өзіне лайықты қор тауып, қайырымдылық жасауды ұсынады. Біз 1995 жылға қайтамыз. Михаил өзінің есейген қызымен сол бір кездер Ханнамен келген шіркеуге келеді және Ханнаның қабірін көрсетеді. Михаил қызына бұл әйелмен оның ортасында болған оқиғаларды айтып береді және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, фильм туралы не айтасыздар? Пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.